Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылының тұрғындары және тумалары табиғатымызды қорғап, суымызды қорғау аясында өкімет басшыларына үндеу жолдаймыз. Бұл үндеуімізді жаңғыз Маралдының қасірет емес, бұл бүкіл Қазақстан еліне келетін қасірет болғандықтан табиғатымыз бен суымызды қорғау аясында осы заңсыздықтармен күресіп жүрміз. Өздеріңіз білетіндей, біздің ауылымызда цианид арқылы алтын өңдеу фабрикасы салынғалы жатыр. Біз осы жобаны тоқтатуларыңызды талап етеміз. 15 наурызда 2024 жылы Маралды ауылында қоғамдық тыңдау болды. Экологиялық рұқсат алғысы келген Сам Продакшн. Бұл слушанияның заң жүзінде жазылған халық жағына жоқ екен. 43 сұрақтың жауабын бере алмады. Ал енді оған экспертиза шақырып, оның барлығын талқылайтын ешқандай организация жоқ екен. Сонда бұл слушание не үшін жасалады десек, алтын қазғыштар халықты жай әшейін таныстыру. Олардың деген біздің ауылымызға өте көп зияны бар. Қызыл кітапқа енген өсімдіктердің барлығын құртып тастады. Жан-жағындағы 5-6 бастаудың 3-4-еуін олар жауып тастады. Өздеріне ыңғайлы қылып проекті жасап жатыр. 300 метр өзеннің бойында карьерді жаратын болса, онда біздің ауылымыз 4 жылдың ішінде тастың астында қалатын түрі бар. Жолдың барлығын бұлар үлкен ауыр техникалармен быт-шытын шығарған. Көпіріміз қыстаудың әрең тұр. 5 тонналық көпірден 40-50 тонналық жүк өтіп жатыр. Осы бассыздықты тоқтататын билік жақтан ешқандай көмек жоқ. Халыққа жауап беретін ешқандай инвестор да, ешқандай билік та келіп қол ұшын берген жоқ, жауап берген жоқ. Осы алтынды келесі ұрпақ өздерін мүддесіне ұстасын деп тілейміз. Маралдының екі өзені, әдемі таулары, қызыл кітапқа енген өсімдіктері барлығы қорғалса, оның барлығы біздің Қазақстан Республикасы үшін өте маңызды фабрика, карьер тоқтатылсын деп талап етеміз. Талап етеміз. Құрметті қазақ елі, міне біз 3 жыл болды осы Маралдыда алтын қазғыштармен күрескелі. Олар цианидпен алтын жаймақшы. Сондықтан солар міне 3 жылдың ішінде қаншама слушание өткізді бізбен, ауылдың адамдарымен. Сол тыңдаулардың ешқайсысын халық жағына шешілмеді. Халық 100% қарсы. Ауылдың жартастары босап, ауылға тас домалап жатыр. Ауылдың бір азаматының қорасының төбесінен тас түсіп, қорасының быт-шытын шығарды. Бұған ешқандай комиссия да келмеді, ешқандай шығынын да өтеп бермеді ол азаматтың. Егер де бұлар қазір жай ғана пробный жарған жарылыстан осындай әсер беріп жатса, ертең бұлар егер толығымен жұмыс істеп күндіз-түні жаратын болса, ауылдың төбесінен тас жауады, жаңбырша жауатын болады. Сондықтан бұл жобаны тоқтатуларыңызды біз талап етеміз. Жиналысқа әбден тойдық. Жазда жиналыс, күзде жиналыс, ерігіп жүрген қазақ жоқ бұл ауылда. Бәріміз малмен, жанмен айласқан адамдармыз. Таситын шөбіміз бар, таситын отынымыз бар. Фабрика жабылсын. Біз түгел соған қарсымыз.